Бір депутат қайтыс болып, о дүниеге барыпты. Періште қарсы алады да, сіздей қадірлі адамды қайда жіберерімді білмей тұрғаным. Бір күн тозақпен жұмақты аралап көріңіз, ұнағанын таңдарсыз дейді. Марқұм депутат келеседі. Бірінші күні лифтімен тозаққа түсіреді. Құлпырған жазықта кіл галстук таққан шенеуліктер шулап жүр екен. Құшақ зая қарсы алады. Гольф ойнатады, той жасап, шарапқа тойдырады. Ол тойға ібілістің өзі асаба болып, депутатымызды жер көкке сыйғызбай мақтайды. Көңілі тасыған Көкетай бір күннің қалай өткенін байқамай қалыпты. Келесі күнінде періште келіп, лифтімен жұмақ қалып кетеді. Онда барса, сарқыраған Кәусар бұлақ, сыбызғы сызылтқан хор қыздары, мәуелі ағаштар, өте сыпайы, сабырлы адамдар. Бірде-бір танысын таба алмаған депутат зерігеді. Бір күн өткеннен кейін періште келіп, қайсын таңдайсыз дейді. Депутат: жұмақ, жанға жайлы, әдемі екен, бірақ тозақта көңілдірек, соған барайын депті. Періште жымайып, қалағаныңыз болсын деп, депутатты қайтадан лифтімен төменге түсіріп жібереді. Лифттің есігі ашылып қалса, күйіп кеткен дала, кепкен жердің топырағын бұрқыратып қазып жатқан үсті бастары кір қожалақ шенеуліктер. Депутаттың алдынан ыржиып ібіліс шығады. Бұл қалай, кеше ғана бұл жер керемет еді ғой дейді сасқалақтаған депутат. Ібіліс: кешегі ме? Ол сайлауалды шара болатын, соның арқасында сен бізді таңдадың деп желкесінен сүйрей жөнеліпті. Авторы Малик Тоқтарбаев. Оқыған Күміспектегі Бесжан. Бірлік туы YouTube каналына тіркелеміз.